Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat. Ramazan ayının kışında vaazına. Bayağı okuyan zamanda bir evlilik kişi var ekan. İbrahim ibn Adham degan kişi. Ulkan evlilik kişi var ekan. Sol kişi bir günde qalanın ortasına kelip, ortasına turib alıp qattiq ayqilib jilagан ekan janagısı. Qattiq ayqilib jilab. Birinchi nega borgan? Monchaga borgan. Qalanın monchasına borganda Monçanın egesine aytқан, мына моншаға кіріп шоң болсам бола ма деген, шоң болсам бола ма деген. Ақшаң бар ма деген моншаның егесі. Жоқ, ақшам жоқ деген. Онда барып кет деп қойып жүрген жаңағысында. Сонда жаңа әулие кісі қаланың ортасына, көшенің ортасына тұрып алып қатты айқайлап жылаған екен. Қатты жылаған соншалық дейді, адамдардың бәрі жан-жағын топырлап жинап қалыпты жаңағы. Қалай, бүкіл қалай адамдардың жаңа кісінің жан-жағын топырлап жинап қалыпты. Көшеде бір жылап жатса бар, не болды деп сұрайды адамдар. Сондай болғанда барып сұраған жаңа кісіден. Не болды, не үшін жылабасың деген ғой. Сөйтіп айтқан екен, мына қаланың моншасына бардым депті. Бардым, сөйтіп кіріп шомылып алсам бола ма деген. Ақшаң бар ма деп сұрақ деген. Жоқ, ақшам жоқ деп айтты. Онда бар кет, бар шомылмайсың деп қойып жіберді деген. Соған жылап жатырмын деген. Сонда бір кісі айтқан екен, соған да жылайсың ба, мен ақша беріпті. Ақшаны ал да барып төледі, шомылып ал депті. Сөйтсем әулие кісі айтты, жоқ депті. Мен оған жылап жатқан жоқпын депті. Бұл деді ақшасыз, ақысыз моншаға кіргізбейді. Моншаға кіре алмайды. Ертең ақыретте сауабы жоқ болса, жәннатқа қалай кіреміз? Соны ойлап, соны жылап жатыр деген. Адамдар түсінсін, соны ойлансын деп айтып жылаған деген. Жылап жатыр деген әулие. Сондай екен да. Яғни одне бір ақырет бар. Соған дайындалыңыздар деген маған жылағанда адамдарға неғылу үшін түсіндіру үшін. Ойма дейді. Сосын бір күні мына жердің астында суда балықты бір күні бір майда шабақтар тоғырлап тұр екен, майда шабақтар. Сол үлкен бір қария кісі келіпті, қария болып, үлкен, жасы үлкен балықты. Кепті, жаңа майда шабақтарға, май шабақтарға ақыл айтты. Шабақтар депті, мына сыртта судың төбесінде жер деген жер бар депті. Сол жерде адам деген жаратылыс өмір сүреді депті. Олар депті, мынау қарнаққаны ұшылаусын шаншып, суға салады депті. Соған суға салған кезде тістемеңдер, соған шаппаңдар деген депті. Егер шабатын болсаңдар, олар сенде тартып алады, жер бетіне шығып, қабақтарын ашып, қорып жейді деген екен. Содан қайтып келмейсіңдер деген екен. Сонда анау қария мал ақылын айтып болған, кетіп қалған ғой. Сол кезде қармақ түскен суға. Сол кезде май шабақ, бір май шабақ шыққан, ол шалын нені біледі, ол отты береді, ол яқта ішіне жоқ деп. Барады да жаңағыны тістеген ғой енді қармақты. Шапқан да қармақты. Ана аузын қойған, сосын босанамайды, ол не аламайды, сосын тартып алған ғой. Сол кеткеннен сол жоқ дейді жаңағы май шабақ. Сонда жаңа мысал келтіреді да, біз дейді осы дүниеде жүрміз ғой мысалға. Бұл дүние бар енді. Енді бұл дүниеден бөлек, ол дүние бар да, ақырет бар. Ақырет бар. Ақырет мысалында түсіндіргенде, жаңа майшабақ қалай кеткенге сол келмеді, сол жақта біздегі өлген адамдар қайтып келмейді. Ол жақта бізге хабар бере алмайды. Осындай жаңа балық мысалға нағаннан кейін апар мен қуырып жеді айта алмайды мысалға. Өлтірді мен терімді ашыды қабылды. Майға салып қуырып жеді айта алмайды. Сол жақта бізге өлген адамдар бізден азаптап отыр, оттың азаптап бар, жыланнан шағып не бар деп айта алмайды бізге. Сол жақта нәрсе жаңағы. Ол дүние бар. Ақырет бар. Ол Құранда айтып қойған, пайғамбарымыздың хадисінде бәрін айтып қойған. Пайғамбарымыз айтқан, адамның қабірі деген жәннаттың бақшаларынан бір бақша болады деген. Немесе тозақтың шоңқыры бір шоңқыр болады деген. Яғни адам қабірге кіргеннен бастап уже рахат нені азап шүйден тартып береді деген ғой. Сол үшін құрметті жамағат, ойланып қарап. Жаңағы май шабақтың несі сияқты, жаңағы судың бетінде адам сияқты, адам деген тіршілік бар деген сияқты, сол сияқты ол дүниеде бар нәрсе негізі. Ол дүниеде бар нәрсе. Мына құрметті жамағат, сол үшін жаңағы осыған дайындалу керек. Пайғамбарымыз айтады хадисінде. Адам баласы қиямет қайым күні мына төрт нәрседен сұралмай тұрып, орнынан бір қадам жүрмейді дейді. Мына төрт нәрседен сұралады, одан кейін барып орнынан бір қадам жүреді дейді. Ол жүре алмай қалады дейді. Біріншісі не? Біріншісі өмірін қалай өткізді? Өмірінің ішінде, екіншісі өмір ішінде ең маңызды шақ, ең маңызды уақыты мынау жастық шақ. Жастық шағын қалай өткізді? Үшіншісі мал дүниесін қандай жолмен тапты? Арам жолмен тапты ма, арам жолмен тапты ма? Төртіншісі тапқан мал дүниесін, мал мүлкін қандай жолға жұмсады? Адал сауап тірлікке жұмсады ма? Жоқ арам күнә істерге жұмсады ма? Осы төртінен сұрау деген бірінші. Одан кейін мынау дүниедегі ең бақытты адам дейді, мынау адам қайтыс болғаннан кейін мынау амал дәптер жабылады. Оң жағындағы періште сауап жазады, сол жағындағы күнә жазады. Сол бүкіл амал тоқтайды дейді. Амал дәптер жабылады дейді. Пайғамбарымыз айтады: "Иламата ибн Адама ин қата амалуху илля мин салатин садақатин жариятин ау илмин интафа'у ау валидин садақатин ялғалlahu." Мағынасы
Қашан бір адам қайтыс болса, оның ама бүкіл амал тоқтайды. Оң жағына сол жазып берсін дәптер жабылады, сол жағына берсін амалдар жабылады. Бірақ бұл үш нәрсе бар дейді. Содан шыққан сауап біріншісі садақа жары, мешіт медресе салу, көпір салу, адамдар пайдаланады. Екіншісі артында пайдалы білім қалдырса, шәкірттер біліп қалдырса, соның сауабы, кітап жазып қалдырса, соның сауабы. Үшіншісі артында салихалы ұрпақ қалдырса, салихалы намаз оқитын, Құран оқитын, қайтыс болған ата-анасын еске алып, осыны ас беріп, бағыштап тұратын салихалы перзент қалдырса. Осы үш нәрсені сауап тоқтамайды деген екен. Садақа жарияның мағынасы, жарияның арабында ағушы дегеніміз, ағушы. Артта мысалы дария соғылады ғой, тоқтамайды қыс жағы. Сол сияқты дарияның артынан су сияқты жаңағы салған нәрсесі қашан салған несі, мектебі, медресесі, жол қашан жарамайғанша, сол бір сан адамға жетіп тұрады артта. Перзентте сауабы сондай. Қалдырған ілім, кітап жазып қалады, соның бір сол артта тоқым бағып тұрады ғой. Дүниеде ең бақытсыз адам, бірақ дейді, осыны тез шағы бар енді. Тоқтамайтын сауап бар ғой. Тоқтамайтын күні де бар. Тоқтамайтын күні бір адам тірі уақытта жаңағы күнәлі орындар ашып кетсе мысалға. Тойхана мысалға, казино, тағы не бар? Бір жаман әдет қалдырып кетсе адамның арасында мысалға. Адамдар мысалға бір жерде бар жаңағы атын кетіп қойды. Көшеде адамдар жиналып картон жейді мысалға. Сол ең бір кім бастады? Сол адам бәрі сол бірінші басқан адам болады. Сондай. Сосын мына тағы айтатын нәрсе мынау негізі мына ислам дінінде әйел адам ләж барынша бөтен адамдардың көзін қасынан көрген. Ләж барынша бөтен еркектердің көзі түспеу керек. Өйткені көз зина деген бар да, еркек адам шахват деген болады, әйелге құмарлық болады. Көзін қарап қояды. Соны көз зина болады да. Соны айтайын деген мына телефон деген нәрсе бар мына. TikTok, бір нәрсе, Instagram. Соған әйел адамдар өздерін жібереді мысалға. Қанша әйел қыздар келіншектер жібереді, мен ол қиыншылық болсын.